Сәлеметсіздер ме YouTube көрермендері, менің есімім Қуат Көбенов, мен интернет-маркетологпын. Көп адамдардың сұрақтары көкейінде жүрген интернет арқылы қалай табыстауға болады. Көп адамның несі бар, біздің өзіміздің әсіресе осы қазақстандық адамдардың ойлауы интернет арқылы табыс табу дейтін, осы компьютердің ішінен ақша шығару деп ойлайды. Жоқ, ондай емес, ондай фантастика жоқ. Нақтысы қазіргі бірнеше жолдар бар интернет арқылы, яғни осы Қазақстанда табыстауға болатын. Бірінші жолы, яғни ол өзіміздің айналысып жатырған арбитраж трафика, яғни біз трафикті алып сатамыз. Екіншісі ол админ, яғни админдік болу. Менде админ болдым, біраз пабликтерде, біраз жобалардың авторы болдым. Яғни Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм, YouTube секілді, мысалға YouTube'та енді YouTube'та блог арқылы да ақша табуға болады. Қалған осы әлеуметтік желілерде админ болып табыстауға болады. Екіншісі, яғни ол тауар сату, яғни интернет арқылы, бір беттік сайт арқылы тауар сату. Ол да өте жақсы ниша, жақсы бизнес. Оны қазір біз айта жатармыз. Үшіншісі, ол, яғни сіз приложение установка жасайсыз, приложение установка инсталлы дейді, яғни инсталл арқылы табыстауға болады. Оның ішіне гэмблинг дейтін бар, беттинг дейтін бар. Сондай секілді интернет арқылы жақсы табыстауға болады, сол сервистер арқылы. Бірақ бүгін біз тауарны бизнес, яғни тауар жайлы, тауар сату жайлы айтамыз. Интернет арқылы қалай тауар сатуға болады? Қазіргі көп көп интернет, яғни біздің ғаламтордың 99% тауар сатып жатырған, яғни шетелдік яғни Ресей, Украина, Белоруссия секілді интернет-магазиндердің көбісінің филиалдары осы біздің Қазақстан сатып жатыр. Яғни 1000 теңгенің тауарын 10-15 мың теңгеге бізге сатып жатыр. Мысалы, Қытайдың тауарларын барлығын үстіне 10 есе етіп қосып, осындай бір саудагерлер бар. Осы интернет арқылы тауар сату, ол бір беттік сайт арқылы болады, яғни лендинг пейдж деп айтады. Лендинг пейдж, орысша посадочная страница. Осы көп адамдардың ойы тауар сатам, тауар әкелем, Қытайдан, мысалы, Қытаймен бизнес дейтін тренингтерде өтіп жүрген адамдардың ойлар былай: Қытайдан әкелген соң базарға или магазиндерге или таныстарыма сатам деп ойлайды. Жоқ, қазіргі негізгі жаңағыдай кетіп бара жатқан несі, бағыты интернет арқылы тауар сату, ол бір беттік сайт немесе e-commerce. E-commerce, яғни оның ішінде AliExpress секілді, Alibaba, 1688, тағы да басқа да осындай үлкен америкалық eBay деген секілді, мысалы, e-commerce платформасына жұмыс жасайтын нелердің платформалар арқылы сатуға болады. Бірақ біздің Қазақстанның ішінде өте қиын сату. Бізде OLX бар, яғни доска объявлений, бесплатная доска объявлений. Не бар, Market.kz деген секілді платформа арқылы сатады. Ал бізде қазақстандық, яғни тауармен айналысатын адамдардың шыны керек өте аз. Көп, жаңа айтқандай, көп болса бір 1% немесе 10%-ға дейін жалғасады. Көп адамдардың ойы былай, енді көп адамдар сұрайды: Қуат, қандай интернет арқылы қандай бизнеспен айналысуға болады? Мен ұсынатыным осы тауарный бизнес, яғни тауар сату. Тауарды қалай таңдайды? Тауар біріншіден, әрине, тауардың сапасы. Сапасы, ең бірінші критерий бұл сапасы. Сапасы, мысалға, шыны керек, қазіргі Қытайдан әкеліп жатырған тауарлардың көп, енді арзанға жүгіреді көп адамдар. Арзанның суы татымайды дейді. Арзан тауарды алады, сатады интернет арқылы. Көп адамдар соның кесірінен, мысалы, көп адамдар көп интернет бизнестің, мысалы, жүрмеудің себебі осы. Негізі бірінші критерий осы сапаға қарау керек. Екіншісі ол, яғни проблема шешу. Яғни кез келген адамның, мысалы, проблемасын шеше білетін тауар болу керек. Үшінші, яғни критерий, ол
Үшіншісі аудиториясы да, мысалға сіздер тауар таңдаған кезде негізі общий жаңағыдай көп ауқымды алатын тауар таңдау керексіздер. Мысалға кез келген адам қарап отырсаңыздар, сөмке да, мысалы сөмкені мысалға оны бар универсальный, мысалға кез келген адам, әйел адамда да, кішкентай балада да, үлкен кісіде яғни пайдаланатын сөмкелер бар. Мысалы осындай секілді тауар таңдау керек. Және де ол проблеманы шеше білу керек. Проблема жаңағыдай кез келген адамның проблемасы болады. Мысалға көп проблема шешетін, мысалы сыпырықты айтсақ болады. Қазіргі сыпырық бар, швабра бар, магнитный нелер бар, жаңағыдай магнитный очиститель дейтін бар, жаңағыдай сондай секілді проблеманы шешетін тауарлар керек. Магнитный очиститель дегеніміз жаңағы терезеге не қойып қояды, жаңағыдай көп қабатты үйде тұратын адамдардың басты проблемасы терезесін сүрту. Яғни терезесіне магнитті жапсырып қояды, сосын ар жақтан былай жапсырғаннан кейін тереземен жүргізіп отырса, ар жағында да сүртіп отырады. Сондай секілді бір тауарлар болу қажет. Төртіншісі ол яғни қолжетімді баға. Қолжетімді баға, яғни адамның, біздің Қазақстанның яғни орта есептегі, яғни несін есептеу керек, айлығын есептеу керек. Орта есеппен енді статистика бойынша там қанша 180 мың теңге алады, негізі көп айлық 30-35 мың, 20-25 мың теңге, яғни орташа айлық Қазақстанда. Яғни ауылдарда сондай айлық, аудан орталығында 50 мың, 60 мың теңге, ал қалаларда 70 мың, 80 мың теңге. Соған байланысты тауарды да қолжетімді бағамен сату керек. Қолжетімді, яғни көп средний чек, мысалы орташа чек 5 мың теңгеден жоғары болу керек. Өйткені біздің тауарды жіберу несі бар, яғни логистикасы бар. Логистика дейміз, почта арқылы жіберілетін несі бар, қызметі бар. Яғни поштада, мысалы Қазпоштада қателеспесем 900 теңгеден басталады. 900 теңге, яғни жіберу. Наложенный платежбен. Наложенный платеж дегеніміз тауарды жібересіздер, тауарды жібергеннен кейін адам сол жерден төлейді, сол жерден тауарын көріп алады, содан барып төлейді. Сосын сізге, сол Қазпошта сізге бірнеше күннен кейін сіздің счетыңызға аударады. Сондай секілді жаңағыдай нелерді, шығындардың барлығын есептеу керек. Әрине содан кейін жарнама шығынды есептеу керек. Сосын осы критерий да, осы критерийге сәйкес келетін тауарды міндетті түрде сіздер таңдау керексіздер. Бізде де осындай, біздің басымыздан да өтті осындай, біз басында тауарды сатып алдық. Біздің қателігіміз үлкен көлемде сатып алдық. Қателеспесем 2016-да біз 1 миллион теңгеге біз өзіміздің тапқан, жиған тергеніміз жинап, барахолкаға барып, үлкен көлемде сөмке, косметика, әйелдердің заттарын алып, біз сатып алып, оны біз өткізе алмадық. Ол біздің өте бір үлкен қателігіміз. Бірінші әрине осының барлығын критерийге сәйкес болғаннан кейін тест жасау керек. Тест қалай жасайды? Тестті міндетті түрде осы не арқылы, жарнама алаңдары арқылы жасайды. Біріншісі, мен сіздерге кеңес беретін, ол таргетті жарнама арқылы тест жасау. Таргетті жарнама арқылы тест жасау, ол өте жаңағыдай қатты шығын алмайды. Сіз 2000 теңгеге, 1500 теңгеге кез келген тауарды тестілеп алсаңыз болады. Яғни бір тауарға 1500-2000 теңге құрта аласыз. Екіншіден, ол OLX, бәрімізге белгілі OLX арқылы да тест жасауларыңызға болады. Бірақ бұндай тауарлар шыны керек OLX-та жетеді. Конкуренттеріңізде жетеді, ол жақта конкурент өте көп. Сол жақтан кез келген жерден OLX арқылы кез келген адам іздейді, арзанын іздейді, ол жерде OLX-тан. Ол жақтан да тест жасап алуға да болады. Бірақ OLX-тан шығындалмай, осы таргет жарнама арқылы жіберсеңіздер болады. Үшіншісі, ол тегін алаңдар. Тегін алаңдар әлі күнге дейін жұмыс жасайды. Мысалға, ВКонтактеде Шымкент хабарландыру дейтін парақшаның мен онда көп ұялы телефондарын жібереді, өздерінің ұялы телефондарын сатып жатады.
көп адамдар өздерінің тауарларын сатып жатады, көп адамдардың өзінің нелерін көремін, тауарларын да көремін, өздерінің жеке тауарларын көремін. Сол арқылы да сіз тегін алаңдар тізімі арқылы өздеріңіздің тауарларыңызды тестілеулеріңізге болады. Тегін алаңдар ВКонтакте және Инстаграмда бар. Инстаграмда кез келген жерде OLX, егер сіз Жетісай қаласынан болатын болсаңыз, Жетісай OLX, Жетісай OLX Шымкент, OLX Шымкент хабарландыру, Шымкент объявление, Алматы объявление секілді парақшаларға сіз өзіңіздің неңізді жаңағыдай хабарландыруыңызды жіберіп, сол жерден тестілеулеріңізге болады. Және де тағы да бір тест ол контекстті жарнама арқылы да тест жасауға да болады. Бірақ ол өте қымбат жарнама ол жақта. Өйткені неге дейсіздер, өйткені ол жақта бір кликтің бағасы осы таргетті жарнамадан бірнеше есе жоғары. КМС, RCA, MyTarget деген секілді таргетті жарнама арқылы, мысалы КМС дейміз, контекстті медийная сеть, ол таргет жарнама жатпайды. RCA дегеніміз рекламный сеть Яндекса, яғни осы жарнама алаңдар арқылы да тест жасауларыңызға болады. Одан кейін MyTarget, яғни MyTarget таргет жарнамасы, Одноклассники, ВКонтакте, тағы да басқа Mail.ru деген секілді осы таргетті жарнамалар арқылы сіздер өздеріңіз тестілеулеріңізге болады. Тесттен кейін әрине ең үлкен қателік, яғни тауар сатушылардың қателігі, ол үлкен көлемде тауар әкелу. Мысалы, тест өтті, все, уже тауар заказ беруге болады. Олай емес, бір 4-5 тауарды алдыртасыздар, 4-5 тауарды жарнамалағаннан кейін барып, осы тестілеуден өткізесіздер. Тестілеуден өткізгеннен кейін сіздерде бір картина пайда болады, яғни тауарды қалай өткізетін. Сіз өзіңіз тауардың минустарын анықтайсыздар, плюстерін жазасыздар бір жерге. Адам хабарласқаннан кейін сіз айтып бере алу керексіз. Яғни осы тауардың сіз эксперті болу керексіз. Осы мен айтқан нәрселердің, яғни осы айтылған нәрселердің барлығын сіз орындасаңыздар, міндетті түрде осы тауардың яғни өтуіне үлкен бір себеп болады. Осымен біз тауар, яғни интернет арқылы қалай табыстауға болатын туралы тауар жайлы видеомыз бітті. Құдай қаласа алда тағы да видеолар шығады. Осы видеоларға лайк басып, яғни